сабағымыздың тақырыбы Оғыз мемлекетіне арналады. Бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы Қазақстанның орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетінің алатын орны қандай? Оқу мақсатымыз 6-9 ғасырлардағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Назарларыңызды Оғыз мемлекетінің картасына аударыңыздар. Оғыз мемлекеті де ерте орта ғасырда өмір сүрген ең үлкен, ең күшті мемлекеттердің бірі болып саналынады. Картадан байқап отырғандарыңыздай, Оғыз мемлекеті Каспий Арал аралығында өмір сүрген мемлекет. Жан-жағында хазарлар, қимақтар, құмандар, бұлғарлар, қарахан мемлекеттерімен шектесіп жатыр. Балалар, назарларыңызды картаға аударыңыздар. Осы картаны есте сақтап қаламыз. Оғыз мемлекеті 9 ғасырдың соңы, 11 ғасырдың ортасында өмір сүрген ерте орта ғасырлық мемлекетке жатады. 9 ғасырдың ортасында Сырдарияның орта және төменгі ағысында, сонымен қатар Батыс Қазақстанды қосып алатын территориясында Оғыз тайпаларының саяси бірлестігі құрылған. Оғыз сөзінің мағынасы уыз және садақтың оғы, өгіз сөздерінен шыққан деп айтылады. Біз осы сабағымызда Оғыз мемлекеті тарихындағы Оғыз, Оғызнама дастаны, Яңбекен немесе Жаңакент сөздеріне тоқталуымыз қажет. Оғыз тайпасы бірнеше тайпалардан тұратындығы жөнінде әртүрлі деректерде кездеседі. Соның бірі Махмұд Қашқаридің деректеріне сүйенетін болсақ, Оғыздар бірнеше тайпаға, тайпалар руға бөлінді. Махмұд Қашқаридің 11 ғасырда деректерінде Оғыздардың алғашқы 24 тайпадан, кейін 22 тайпадан құралғандығы айтылады. Оғыз ханның ұлдары Оғыз мемлекетін 2 топ тайпа бірлестігіне бөліп басқарғандығы және олардың Бозоқ тайпа бірлестігі, Үш-Оқ тайпа бірлестігі болғандығын келтіреді. Оғыз тайпасының негізгі белді тайпалары Қанық, Қайық, Баяндур, Ұйва, Салғұр, Афшар, Бәктілі, Бұғдуз деп айтылады. Оғыз қағанаты тайпалардың біріккен одағынан құрылды, ал тайпалық одақтар ел деп аталған. Бұл халық, мемлекет деген ұғымды білдірді. Олар аймақтарға бөлініп басқарылды. Оғыздарда жоғарғы билік иесі Жабу деген лауазымды иемденді. Ол мұрагерлік арқылы қалып отырды. Жабудың орнын Инал атты мұрагерлер басты. Иналда Жабудың арнайы тағайындап қойған адамы Атабектер тәрбиеледі. Оғыздарда Жабу әйелдеріне қатын деген атақ беріліп, олар сарай маңындағы өмірде маңызды рөл атқарған. Оғыз мемлекеті әскери демократияға сүйенген. Сондықтан да әскер басылардың қоғамдағы рөлі зор болған. Әскер басы сүйеу басшы деп аталған. Оғыздарда халық жиналысы жылына бір рет шақырылған. Ақсүйек феодалдардың күшеюіне байланысты шонжарлардың қаңқаш деген кеңесі күнделікті өмірде басты мәнге ие болып, халық жиналысы сирек шақырылатын болған. Оғыз дәулетінің біртіндеп дамуына байланысты ел басқарудың ең жоғарғы орны ұлы және кіші құрылтай жиналысына берілген. Мұны оғыздардың атақты Оғызнама жәдігеріндегі Оғыз қаған ұлы құрылтай шақырды деген сөздерден анық көруге болады. Ұлы құрылтайда қаған өзінің ұлдарын Бозоқ деп оң жағына, Үш-Оқ деп сол жағына отырғызып отырған. Оғыздардың әлеуметтік жағдайына тоқталатын болсақ, араб географы Әл-Идриси 12 ғасырда Оғыздарда бірнеше патша болғандығын айтқан. Оғыздар қоғамында жеке меншік дамып, бай адамдардың оқшауланып шығуы шапшаң қарқынмен жүргеніне назар аударған. Араб саяхатшысы Ибн Фадлан Оғыздардың арасынан шыққан байлардың үйір-үйір малдары болған жайлы айтады. Оғыз мемлекетінің шаруашылығына тоқталатын болсақ, ерте көшпелі тайпалар сияқты, тайпалық одақтар сияқты, ерте феодалдық мемлекеттер сияқты, бұл Оғыз мемлекетінің тұрғындары да жартылай көшпелі, жартылай отырықшы мал шаруашылығымен айналысқан болатын. Және сонымен қатар олар егін шаруашылығымен, кәсіпшілікпен, қолөнермен айналысқан. Мына бейне суреттерде сіздер Оғыздардың әртүрлі шаруашылықпен айналысқанына куә болып отырсыздар.
Оғыз мемлекетінің сыртқы саясатына тоқталатын болсақ, 9 ғасырда оғыздар Сырдарияның орта, төменгі ағысындағы тайпаларды бағындырып мемлекет құрған. 9 ғасырдың аяғы 10 ғасырдың ортасында Каспий жағалауын, Жайық, Еділ аралығын жаулап алған. 965 жылы Киев князімен бірігіп хазарларды, одан кейін 985 жылы Еділ бұлғарларын басып алды. 10 ғасырда Сырдариядан Кавказға дейінгі аймақ Оғыз даласы деп аталынды. 10 ғасырдың соңы 11 ғасырдың басында орталық Азиядан басып келген селжұқтар оғыздарға ойсырата соққы береді. 11 ғасырдың ортасында қыпшақтар оғыздарды сыр бойынан ығыстырып біржолата құлатады. Сөйтіп 11 ғасырдың басында оғыздар мемлекеті тарих сахнасынан жойылады. Балалар, назарларыңызды тапсырмаға аударуларыңызды сұраймын. Бұл тапсырма бойынша сіздерге 2 карта ұсынылып отыр. Төменде берілген карталарды пайдаланып сұрақтарға жауап беруіңіз қажет. Бірінші, оғыз тайпалық одақта 8 оғыздар, 9 оғыздар, 3 оғыздар қандай аумақта және қашан өмір сүрген? Оғыз мемлекеті қандай аумақта және қашан өмір сүрген? Осы сұрақтарға жауап беруіңіз қажет. Балалар, тапсырманы орындау үшін дескрипторға назар аудару керек. Тапсырманы орындау үшін білім алушы Оғыз тайпалық одақтарының өмір сүрген уақытын және территориялық аумағын картадан айқындайды. Білім алушы Оғыз мемлекетінің өмір сүрген уақытын және территориялық аумағын картадан айқындайды. Ал енді балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауап арқылы тексеріп жіберейік. Олай болса, назарларыңызды экранға аударыңыздар және мұқият болыңыздар. Бірінші сұрақ. Оғыз тайпалық одақтары 8 оғыздар, 9 оғыздар, 3 оғыздар қандай аумақта және қашан өмір сүрген деген бірінші картаға қатысты сұрақтың жауабы. 6-8 ғасырларда Оғыз тайпалық одақтардың территориясы Орхон өзенінен батысқа қарай Алтай тауларына дейін жеткен. Екінші сұрақтың жауабы. 8 ғасырдың ортасында оғыздарды ұйғырлар батысқа Жетісуға қарай ығыстырды. 9 ғасырда оғыздар Жетісудан Сырдарияның орта және төменгі ағыстарына қоныс аудартты. Ордасы Яңгекент қаласы болды. Сонымен, оғыздар мемлекетінің территориясы Сырдарияның орта және төменгі ағысынан бастап Арал теңізі мен Каспий теңізінің аралығы болып табылады. Балалар, енді Оғыз мемлекетінің құлау себептерін анықтайық. Белсенді сыртқы саясат және көп жылғы соғыстар қыруар қаржыны талап етті. Сол себепті жыл сайын салық ұлғайтылып отырды. 10-11 ғасырлар аралығында Оғыз тайпаларының салық жинауға наразылық білдірген көтерілістері басталды. Салжұқ көсемдері дағдарысты өз мақсаттарына пайдалана білді. Олар Оғыз билеушілеріне қарсы көтеріліске басшылық жасады. Дегенмен Шахмәлік жабу тұсында Оғыз мемлекеті қайтадан күшейді. 1041 жылы ол Хорезмді басып алды. Алайда 2 жылдан кейін Шахмәлік салжұқтарға тұтқынға түсіп өлтірілді. Ол оғыздардың соңғы билеушісі еді. Салжұқтармен болған ұзақ жылғы соғыстар, тайпалардың ауыр салыққа қарсы көтерілістері Оғыз мемлекетін әлсірете түсті. Әлсіреген Оғыз мемлекеті Қыпшақ тайпалары көсемдерінің соққысынан түпкілікті құлады. Оғыздардың біршама бөлігі Қыпшақтардың қысымымен Шығыс Европа және Кіші Азия елдеріне қоныс аударды. Қалған бөлігі түркі тілдес дешті Қыпшақ тайпаларымен қосылып, араласып кетті. Оғыз тайпалары қазіргі түркі халықтарының қалыптасуына өзіндік үлес қосты. Олар қазақтардың этникалық тарихында маңызды із қалдырды. 11 ғасырдың ортасына қарай Орталық Азияда Қыпшақтар үстем жағдайға ие болды. Ал енді балалар,
Бүгін 6-9 ғасырлардағы Қазақстан бөліміндегі Оғыз мемлекеті тақырыбымен таныстық. Бүгінгі сабақта не үйрендік? Оғыз мемлекетінің пайда болу тарихымен таныстық. Оғыз мемлекетінің картада орналасу аймағын анықтадық. Оғыз сөзінің шығу тарихын талдадық және Оғыз, Оғызнама дастаны, Яңгеккен тірек сөздерінің мағынасын түсіндік. Оғыз тайпаларының құрамымен таныстық. Оғыз мемлекетінің саяси құрылымын, әлеуметтік жағдайын талдадық. Оғыздардың шаруашылығымен таныстық. Оғыз мемлекетінің саясаты мен құлау тарихы жайлы мәлімет алып, тапсырмаларды орындадық. Бүгінгі сабағымызда балалар жақсы жұмыс жасадыңыздар. Рахмет. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.